Армысыздар достар, бүгінгі менің каналыма қош келдіңіздер. Енді танымайтын жаңадан келген оқырмандар болса, таныстырып кетейін. Бұл уролог-андрологтың каналы, аты жөнім Олжас Иманғалиұлы. 11 жылдан бері стажым бар, осы салада жұмыс жасап келемін. Қазіргі қозғайын отқан тақырыбымыз да маңызды, өйткені көп еркектерде кездесетін жағдай, Қырғызстан кейін жыныс жүйем әлсіреп қалды. Не себеп болуы мүмкін? Осыған тоқталып кетсеңіз, осыған жауап берсеңіз деп өтініш білдіреді. Осыған байланысты біз осы видеоны шығарайын деп шештік. Әрине біздің мынау еркек болғаннан кейін, әрине еркектік достоинство дейміз ба, еркектік және күш қуатымыздың мықты болуы қазақтың ата бабамыздан келетқан дәстүр. Неге күйеу балаға төс беріп сыйлайды мысалы? Осының мағынасын қарасақ, осы төстің құрамында жаңағы май, мына еркектің сыртта жүреді, мысалы қуық безінің қабынуын, суын алуға бірден бір ем екен. Енді қазақ айтса қалып айтпайды ғой. Сонау медицинаның болмай тұрған кезінен ақ біздің ата-бабамыз осы проблемалардың алдын алып жүрген. Қарап отырсақ, еркектің денсаулығы мықты болмаса, ол әрине әртүрлі себептерге байланысты жанұяда ұрыс-керістер болуы мүмкін. Басты мәселе бұл жерде еркектер үшін ең маңызды бұл гормон, тестостерон үнемі жоғары деңгейде болуы. Физиологиялық фактор бойынша жас кезде жақсы болады, одан кейін 40-тан кейін азаюы мүмкін. Айтады, 40-тан кейін жыныс мүшем вообще тұрмай қалды дейді, болмаса жаңағы істемей қалды дейді, әлсіреп қалды дейді. Неге? Бірінші себеп болуы мүмкін. Еркек үнемі жаңағы сыртта жүреді, табыстау, жанұя асырау, үнемі стресте жүреді. Еркектер үнемі стресте жүреді. Яғни депрессия, стресте жүруі мүмкін. Ұйқысы қанбайды. Біреу за рулем жүреді, біреу жаңағы КамАЗ айдайды, біреу трассада жүреді. Ұйқысы бұзылуы мүмкін. Одан кейін жаңағы әртүрлі ауруға ұшырауы мүмкін. Давление, инфаркт, инсульт, сонымен қатар жаңағы қант диабеті. Осы себепке тоқталып кетсек, бізде бір пациент болған, қант диабетімен ауырып жүрген, қанттың деңгейі үнемі жоғары деңгейде, уақытылы қадағаламаған, асқындырып алған. Осыған байланысты 40 жастан асқаннан кейін жыныс мүшесі 6 ай бойы вообще істемей қалған. Не үшін? Әрине қант диабет кезінде қанттың деңгейі үнемі жоғарылайтын болса, бұл әрине тамырдың бойын бітеуі мүмкін. Яғни жыныс жүйеге келетін тамыр бітелетін болса, яғни мүшеге қан келмейтін болса, өйткені мына жыныс мүшенің екі жағында каверноздық, яғни дене бар. Осыған тамыр арқылы қанның толуы болу керек. Егер толмайтын болса қан, жыныс мүшеде яғни эрекция болмайды мүлдем. Ол жерде целый айтқан кезде механизм, вена окклюзионный механизм бар, приток, отток дейміз медицина тілінде, қанның келуі мен кетуі дұрыс болмайтын болса, әрине бұл жерде проблема болады. Оған не әкелуі мүмкін? Жаңа айтып жатқан қант диабеті, аз қозғалу, одан кейін жаңағы простатит ауруының қабынуы, су өткізген, инфекциямен біраз жылдан бері жүрген, осылардың барлығы отырып жұмыс істейтін, қанның қоюлауы, артық салмақ, осы факторлардың барлығы осы себепке алып келеді. Соған байланысты 40-тан кейін қарын шығады, ағаларымыздың жаңағы мужик болып, өйткені қарын шыққан сайын бұл жерде ароматаза деген фермент бар. Тестостеронымыз дигидротестостеронға айналатын болса, ол жерде әрине еркектік эстроген гормондар көбейетін болса, еркектің қабілеті төмендейді. Соған байланысты 40-тан асты ма еркектің екінші жүрегі ашылды деген сөз. Енді көп жігіттеріміз бар, ағаларымыз бар, тоққалап жатады, басқап жатады. Енді әрине денсаулықтары мықты болып, мысалы, еркектің жүруі керек. Келіп жататын кісілердің арасында енді 40-тан асатын кісілердің болады проблемасы. Көп емес, аз. Әсіресе қазіргі кезде жастардың арасында көп осы проблема. 20 мен осы 40-қа дейінгі жастардың арасында осы проблема көп кездеседі. 40-тан кейінгі кісілердің арасында енді бар проблема, жоқ емес. Асқындырған, аурудан көбінесе бұл кісілердің денсаулығы жақсы. Енді спортпен шұғылданып жүрген кісілердің, артық салмағы жоқ кісілердің, осы аурулары жоқ кісілердің денсаулықтары жақсы, ондай кісілер бар. Проблема қай кезде болады? Проблема жаңағы атап кеткен себептерге байланысты болады. Соған байланысты осы 40-тан кейін жасыңызды, жастық шағыңызды сақтап қалғыңыз келсе, денсаулығын сақтап қалғыңыз келсе, әрқашан бірінші тамақтануға көңіл бөліңіз, екінші дене қозғалысына көңіл бөліңіз, үшінші жаңағы ұйқыға көңіл бөліңіз, төртінші жаңағы артық салмаққа көңіл бөліңіз. Салмағыңызды бір қалыпты ұстасаңыз, осы 4 факторды бірге алып жүретін болсаңыз қалыпты. Онда сіздің денсаулығыңыз, мынау айтады ғой,
жасы қаншаға келсе де мысалы жас жігіттей болып шауып тұрады. Бұл жас әшейін цифра, ал жүрек әрқашан жас. Соған байланысты жүректерің әрқашан жас болып, денсаулықтарыңызды күтіп әрқашан жүре беріңіздер. Бүгінгі видео ұнаған болса міндетті түрде лайк қалдырыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, бірге урологияны дамытайық. Сіздердің қолдауларыңыз бізге шабыт береді, осы каналымыздың дамуына үлес қосады. Соған байланысты достар, амандықта жүздесейік.